Ислам шариғаты бойынша әйел кісінің дауысы әуретке жатпайды, бірақ әтейілеп ер адамды қоздыратындай, оның көңілін бұзатындай етіп сөйлеу, қылымсу, бұл шариғатымызда харам болып табылады. Құранда Алла субханала тағала Ахзаб сүресінде айтады, әйелдерге қатысты: "Фала тахдана бил қаул", яғни қылымсып сөйлемеңдер. "Фаятма аллази фи қалбихи марад", жүрегінде дерті болғандардың бір ойы бұзылып, көңілі бұзылып, оларда бір дәмету пайда болады деді. "Вақулна қаулан маруфа", жақсы сөз айтыңдар деді. Жақсы сөз сөйлеңдер деді. Яғни әйел адамның сөйлеуі жалпы әурет емес, бірақ әлгіндей әтейлеп бұзық ниетпен ер адамның көңілін бұзу үшін қылымсып сөйлеуі шариғатта харам болып табылады. Бірде пайғамбарымыз Омар радиаллаху анху мәһірге бір өлшем қоймақшы болды. Мәһір мынадан аспасын деп. Соны тұрып минбарда айтқан кезде бір әйел тұрып: "Ей Омар, Алла тағала Құран кәрімде сендер оларға үлкен көп деңгейде мәһір берсеңдер деп бізге көп мәһірді де рұқсат етіп тұр. Сен келіп тыймақшысың ба?" деген кезде әйел дұрыс айтты, мен қателестім деп сонда райынан қайтқан еді. Сол жерде әйел тұрып сөйлеген кезде аузыңды жап, сенің даусың әурет деген сөзді айтқан жоқ. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да әйелдер келіп көптеген сұрақтар қоятын. Сол үшін де әйелдің дауысы әурет болып табылмайды. Ал енді бірақ бағанағы қылымсып сөйлеуі, немесе әйел адамның әлгі ерлердің алдында даусының әсемдігін көрсетіп өлең айтуы, оған тағы да қосып тағы да билеп мың бұралу, бұның барлығы шариғатымызда рұқсат емес істер болып табылады.